Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Елдегі және шетелдегі жаңалықтарды алғашқы болып көргілеріңіз келсе, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны баса кетіңіздер. Рахмет, сөз Мукаев Даулет Төлетайұлына беріледі. Рахмет, Дания Мәдиқызы. Менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасының премьер-министрі Алихан Асханұлына арналады. Елімізде ерекше қажеттіліктері бар 711 мыңнан астам азамат тұрады. Олардың өмір сүру сапасын арттыру мемлекеттік саясаттың басты бағыттарының бірі және негізгі міндеті. Бүгінгі таңда Қазақстанда тұратын 711 мыңнан астам мүмкіндігі шектеулі азаматтардың 420 мыңы еңбекке қабілетті азаматтарды құраса, 187 мыңнан астамы зейнеткерлік жаста және де 100 мыңнан астамы 18 жасқа дейінгі балалар. Бұл азаматтарға мемлекет тарапынан қажетті деңгейде қолдау көрсетілмей келеді. Ашығын айтқанда, жеке баспанасын аңсап жүрген мүмкіндігі шектеулі жандардың саны жетерлік. Мемлекет тарапынан баспана алуға арналған арнайы бағдарламалар қабылданғанымен, іс жүзінде мүмкіндігі шектеулі жандар үшін қол жетімсіз болып отыр. Негізгі мәселе мүмкіндігі шектеулі жандардың басым бөлігі ресми жұмыспен қамтылмауы. Сәйкесінше екінші деңгейлі банк төлем қабілеттілігін растай алмауы. Бұл мүмкіндігі шектеулі жандардың баспана ипотекасын рәсімдеуге қол байлау болып отыр. Олар да өз басында жеке баспанасы болуын армандайды. Мүмкіндігі шектеулі жандар мен мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеуші отбасылардың жұмыс жасауға мүмкіндігі болмай отыр. Бірақ олар қол қусырып отырған жоқ. Олардың басым бөлігі үйден болса да жұмыс істеп нәпақасын тауып отыр. Еліміздегі әрбір 5-ші мүмкіндігі шектеулі жан ресми түрде жұмыс істейді, бірақ көбі зейнетақы аударымдарын аудара алмай отыр. Сондықтан жоғары аталған негізгі мәселелер назарға ала отырып, төмендегі өзгерістердің енгізілуін ұсынамын. Біріншіден, мүмкіндігі шектеулі жандар үшін мемлекеттік бағдарлама талаптарын қайта қарау қажет, яғни ипотека рәсімдеуде жеңілдетілген ұсынымдарды енгізілу керек. Табыс көзін растағандай зейнетақы аударымдары емес, екінші деңгейлі банктердің соңғы 6 айдағы түсімдердің жиынтығын көрсетсе жеткілікті деп санаймын. Мәселен, бұл ұсынысым отбасы банктың шаңырақ және бақытты отбасы бағдарламалары үшін өзекті болып отыр. Екіншіден, екінші деңгейлі банктердің мүмкіндігі шектеулі азаматтарымызға тәуекелі жоғары топ ретінде қарамау мәселесіне ерекше назар аудару қажет. Инклюзивті қоғам құруда бұл өзекті мәселе болып қала бермек. Мүмкіндігі шектеулі жандарға шексіз мүмкіндіктер сыйлау сіз бен біздің басты міндетіміз. Құрметпен депутат Мукаев және де Сәрсенғалиев Нартай. Осы және өзге де жаңалықтарды алғашқылардың бірі болып көргілеріңіз келсе, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны баса кетіңіздер.